7-ші бап. Педагогтың кәсіптік қызметін жүзеге асыру кезіндегі құқықтары. Бір кәсіптік қызметін жүзеге асыру кезінде педагогтың бір тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптары сақталған кезде кәсіптік қызметті ұйымдастырудың тәсілдері мен нысандарын еркін таңдауға. 2. Лауазымды адамдар және басқа да тұлғалар тарапынан заңсыз араласудан және кедергі келтіруден қорғалуға. 3. Білім алушылар, тәрбиеленушілер және олардың ата-анасы немесе өзге де заңды өкілдері тарапынан кәсібіне құрметпен қаралуына және тиісінше мінез-құлық көрсетілуіне. 4. Кәсіптік қызметін жүзеге асыру үшін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз етілуге және қажетті жағдайлардың жасалуына. 5. Ғылыми, зерттеу, шығармашылық, эксперименттік қызметті жүзеге асыруға, педагогтік практикаға жаңа әдістемелер мен технологияларды енгізуге. 6. Тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптары сақталған кезде шығармашылық бастамаға, оқыту мен тәрбиелеудің авторлық бағдарламалар мен әдістерін әзірлеуге және қолдануға, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа, неғұрлым жетілдірілген әдістерін дамытуға және таратуға. 7. Білім беру бағдарламасына сәйкес оқыту мен тәрбиелеудің оқу құралдарын, материалдарын және өзге де құралдарын таңдауға. 8. Білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын, білім беру қызметінің әдістемелік материалдар мен өзге де құрауыштарын, сондай-ақ оқулықтарды, оқу әдістемелік кешендер мен оқу құралдарын әзірлеуге қатысуға. 9. Жұмыс орны бойынша сайланбалы лауазымға сайлануға және оны атқаруға. 10. Білім беру сапасын жетілдіруге бағытталған, оның ішінде білім беру ұйымының қызметіне қатысты мәселелерді талқылауға қатысуға. 11. Білім беру ұйымын басқарудың алқалы органдарының жұмысына қатысуға. 12. 3 жылда бір реттен сиретпей біліктілігін арттыруға. 13. Үздіксіз кәсіптік дамуға және біліктілікті арттыру нысандарын таңдауға. 14. Біліктілік санатының мерзімінен бұрын берілуіне. 15. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жеке педагогтық қызметке. 16. Кәсіптік қызметіндегі табыстар үшін көтермеленуге. 17. Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес әскери қызметке шақыруды кейінге қалдыруға. 18. Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және шарттарда кәсіптік дағдыларын сақтап тұру және арттыру үшін болашақ халықаралық стипендиясы бойынша тағылымдамадан өтуге. 19. Өзіне қатысты қабылданатын ұйым басшысының актілеріне, әрекеттеріне және шешімдеріне жоғары тұрған лауазымды адамдарға немесе сотқа шағым жасауға. 20. Білім алушылар, тәрбиеленушілер және олардың ата-анасы немесе өзге де заңды өкілдері тарапынан ар-намысы мен қадір-қасиетіне құрмет көрсетілуіне құқығы. 21. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтары бар. 2. Педагогтың осы баптың 1-ші тармағында көзделген құқықтарын жүзеге асыру басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға тиіс. Ескерту: 7-ші бапқа өзгеріс енгізілді. Жалғасы келесі видеода. Арнамызға жазылып қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.